Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бұл видеода біз өзімізге алған жақ адыба машинасымен аздап таныстырып өтіп отырмыз. Бірінші қалай сабақтау керек екенін көрсетемін. Алдымен шпулкасынан бастаймыз. Мен арнайы қызыл жіп қолдандым. Үстінен ілдіріп, жіп тартатынның бағыттауышынан өткізіп, сосын екі шайбаның арасынан өткіземіз. Осы жерде екі шайбаның арасынан өту керек. Шпулка орап алып, қыстырғышын қоямыз. Педалды басып орамастан бұрын табанын көтеріп аламыз және инеге жіп ілінген болса оны алып тастаймыз. Сосын жай қосып қарап, қыстырғыш алынғанша орай береміз. Жіптің орамын сол жаққа қаратамыз. Қаппағына орнатамыз. Пружина пластинаның арасына дейін апарамыз. Жіптің тартылысын қараймыз. Сәл саусақпен салмақ түсіріп тексеріп қараймыз. Бос та болмау керек және қатты да болмау керек. Осылай тексеріп қараймыз. Егер бос немесе қатты болса, осы винтті бұрап кішкене настройка жасауға болады. Қатты қатырып немесе қатты ашудың қажеті жоқ. Тек кішкене ғана бұрап настройка жасаймыз. 5-10 градустай бұрамыз. Қатты бұрудың қажеті жоқ. Қатты бұрып жіберсек, жіптің тартысын бұзамыз. Шпулканы қаппағымен бірге орнатамыз. Енді инені сабақтаймыз. Үстінен бастаймыз. Бағыттауышқа ілдіреміз. Осы жерде айта кететін жайт, кейбір адамдар пружина алып орап тастайды осы бағыттауышты. Ол болмайды. Ол қосымша жіп тартысқа салмақ қосады. Мына бетінде бағыттауышты да пружина алып ораудың қажеті жоқ. Ерінбей жеке-жеке өткізу керек. Үстіңгі тартыс бағыттауышқа ілдіреміз. Осы жіп тартатынның да екі шайбасының арасынан өткіземіз. Пружин сымға ілдіреміз. Тағы бір жіп бағыттауыш. Жіп тартатынның тұтқасына ілдіреміз.
сосын мына бағыштардан өткізіп астында тағы ашып содан өткіземіз. Табанын түсіріп иіненің құлағына ілдіреміз. Бірінші қолданар кезімізде бір мәселе кездесті. Ол мына үстіңгі жіп тартатын. Қазір мен сізге көрсетемін. Үстіңгі жіп астына қарай шығып кетті. Бұндай тігісте бос болады. Көрдіңіз бе? Оны мына жағында ашатын алып, мына жіп тартатын. Мына кішкентай отверткамен ашамыз. Босағаннан кейін мынаны түбіне дейін итеріп тұрамыз. Итеріп тұрып, мына қайтадан қатыра қоямыз. Көрдіңіз бе? Әлі бос. Мен қатты ішіне итеріп жібердім да. Өзінің нормасы бар. Қатты ішіне кіргізіп жіберуге де болмайды. Қатты шығарып жіберуге де болмайды. Оның үшін қайтадан босатамыз. Мына қолмен қысылған сезінуге болады не. Сосын қайтадан қатырамыз. Енді бос емес. Енді тігіп қараймыз. Мына мата асты бос. Енді бос емес. Көрдіңіз бе? Кейбір мәшіндерде мысалы қалың жеріне келген кезде бос тігіп кетеді. Мысалы қалың матаны қойып қоямыз. Осындай қалыңдыққа келген кезде бос. Сол жері босап кетсе, қалың жеріне келген кезде сол жері босап кетсе, сол кезде бос кетеді. Осы үстіңгі жіп тартатын табаны түсіп тұрған кезде тартылып тұру керек. Бұл скоростын көбейтетін, мынау азайтатын. Жіпті қиятын және иненің позициясы мотор тоқтаған кезде үстінде немесе астында.
Ал мынау ресет. Заводской настройкаға қайттан қою үшін біраз басып тұрамыз. Мына серво мотордың настройкасы қайта заводской настройкасына келеді. Заводской настройкада скорості жылдамдығы 3500-ден басталып 5000-ға дейін көбейтуге болады жалпы. Біз өзіміздің 1400 жылдамдығына қоямыз. Бұл PRP параметрді білдіріп, серво мотордың параметріне кіріп, басқа да настройкаларын өзгертуге болады. Бұл көбінесе тігін мәшинге қосымша заттар қосылса, серво мотормен бірге жасайды. Сол кезде өзгертуге болады. Ал былай қазіргі осы тұрсына бұл параметр керек емес бізге. Тігістің қадамының өлшемін өзгерту үшін мына бұранданы бұраймыз. Егер бұралмай қалса, мына реверсті басқа басып тұрып бұраймыз. Мына табанын көтергеніңізде тіземен көтереміз. Тіземен көтереміз. Матанасына саламыз. Жібереміз. Педалмен басамыз. Көтеріп болғаннан кейін табанын көтермей, бірінші машинаның табанын көтермей, өзіміздің табанымызбен педальды артқа басамыз. Жіп үзіледі, жіп үзілгеннен кейін педальды жібермей табанын көтереміз. Тіземен көтереміз. Шағымыз қоямыз. Болды. Осымен болды. Достар, лайк басуды және біздің каналға достарыңызды шақыруды ұмытпаймыз. Хош, сау болыңыз.